Сәлем құрметті көрермен, каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Ақерке. Бұл каналда біз әдебиет, кино, жалпы мәдениет, өнер әлемі туралы әңгіме қозғаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз әйгілі жапон жазушысы Юкио Мисима, және мен осы Мисиманың соңғы кезде оқыған екі романы туралы толығырақ айтқым келіп отыр. Егер де Мисиманың шығармаларын оқыған болсаңыздар, міндетті түрде пікір қалдырып, өзіңіздің ойыңызды төменде білдіріп отырыңыздар. Жалпы Мисиманың шығармашылығын оқымастан бұрын міндетті түрде Мисиманың фокусты шығарып алайын. Міндетті түрде Мисиманың биографиясымен танысу маңыздылығы жайлы мен ғана емес, көптеген сыншылар, әдебиетшілер, жалпы оқырмандар айтып келеді. Сондықтан да бүгінгі әңгіменің басын Мисиманың өмір баяны туралы айтқым келіп отыр. Әңгіменің басында себебі біз ары қарай шығармашылығы туралы сөйлескенде Мисиманың биографиясы оның шығармашылығының айырылмас бір бөлшегі немесе басты фактор екенін байқаймыз. Мисима 1925 жылы Токиода дүниеге келді. Туған кездегі есімі Кимитаки Хираока, зиялы отбасында, дәстүрлі жапон отбасында өмірге келеді. Мисиманың әжесі Нацука бала туған кезден бастап оны өз тәрбиесіне алады. Тіпті ата-анасының қолынан алып кетіп, анасына тек қана белгілі уақытта Мисимамен кездесуге рұқсат беріп отырған екен. Мисима туған кездегенде есімі кішкентай кезінде Кимитаки Хираока, кішкентай кезінен әлжуаз, аурушаң бала болып өседі, көп адамдармен сөйлеспейді. Оған үлкен әсер еткен, жалпы досы да, қоғамдағы байланысы да барлығы тек қана әжесінің әңгімелерімен жабық болады. Әжесі үлкен сырласы да, досы да, ең жақын адамы, тіпті 5 жасына дейін Мисима оны өз анасы, туған анасы деп қабылдаған екен. 6 жасында Мисима Токиодағы бір жоғары мәртебелі отбасылардың балалар ғана оқитын мектепке қабылданады. Ол мектепке қабылдану себебі Мисиманың атасы бұрында Сахалиннің бұрынғы губернаторы болған екен. Сол себептен Мисиманы сондай мықты мектепке қабылдайды. Мектеп кезінде де Мисима көбіне балалармен емес, отбасы әжесімен көбірек елесіп сырласады екен деген осындай деректер бар. Мисима зиялы отбасында дүниеге келгендіктен, әрине де оның ертеден хаттануы және отбасыдағы бай кітапханаға бас сұғуы табиғи заңдылық деп білеміз. Сондықтан бала кезінен бастап әдебиетке деген қызығушылығы ояна бастайды. Сонымен қатар әжесі өте талапшыл, өте қатал адам болғандықтан тәрбиеге өте қатаң қараған екен. Мисима жаңағы традиционный дейді ғой, дәстүрлі жапон отбасына сай тәрбиеде өскен, және жапондардың жаңағы дәстүрлі театр бар, сол театрына жас кезінен, бала кезінен жаңағы сүйіспеншілігі ояна бастаған, оғанда әжесінің ықпалы үлкен болған. Мектептен кейін, әрине де үздік бітіргеннен кейін Мисима Токиодағы император университетіне түседі. Ол жерде факультеттің мамандығын әкесі таңдайды, сөйтіп әкесі заң факультетін таңдаған екен. Ол факультетте университет кезінде Мисима көбіне неміс заңнамасына қызығушылық танытады. Неміс заңнамасына, тарихына қызығушылық танытып жүргенде бірте-бірте неміс философиясына, неміс әдебиетіне деген қызығушылығы ояна бастайды екен. Бұны кейінгі шығармаларында өзі жаңағы оқырмандар байқап сезуге болады. Шығармаларындағы бір аллюзиялық, реминисценциялық бейнелерге қарағанда.
1944 жылы осы император университетінің ең үздік түлектері императордың өзімен кездеседі. Сол кездесуде императордың қолынан Мисима күміс сағат алады екен. Одан кейін Мисима 1941 жылы алғаш рет өзіне лақап ат таңдайды, Юкио Мисима деп, оған дейінгі есімін айтқан болатынмын. Ол лақап есімді таңдау себебі жапон иероглифтарынан аударғанда өлімге ғашық, өлімге асық, өлімге ынтызар деген махаббатты білдіреді екен. Одан кейінгі шығармаларына байқап қарайтын болсақ, жалпы одан кейінгі интервью сұхбаттары да бар Мисиманың сақталған. Мисиманың шығармашылығында жалпы өлімге деген ынтызарлық үлкен роль алады. Мисиманың алғашқы романы, жарыққа шыққан романы «Исповедь маски», яғни бетперденің ағынан жарылу болғанмен, оның жарыққа шықпай тұрып алғашқы жазған романы «Ұрылар» деген шығармасы болған екен. Бірақ оның алдын орап «Исповедь маски», бетперденің ағынан жарылуы алғаш шығып баспадан қоғамда үлкен резонанс тудырған бір романдардың осы күнге дейін әлі жаңағы лонгселлер ретінде басылып шығарып, әлемдегі түкпір-түкпірде көптеген оқырмандардың көзайымына айналып жүрген жайы бар. 1945 жылы Мисиманың өмірінде үлкен бір оқиға орын алады. Өзінің сыртынан пірі тұтып жүрген жапонның белгілі әдебиет сыншысы, эссеист Цэмпэй Хасудо деген эссеист өзіне қол жұмсап жаңағы өмірден озады екен. Сол оқиға Мисиманың көңіліне үлкен әсер қалдырады деген деректер бар. Одан кейін дәл сол жылдың қазан айында Мисиманың 17 жасар қарындасы жаман аурудан көз жұмады. Дәл сол жылы Мисима өзінің сөйлесіп жүрген сүйікті қызымен айырылысады, яғни қош айтысады. Және дәл сол қоштасу Мисиманың алғашқы шыққан романында «Бетперденің ағынан жарылуында» сюжеттің желісіне арқау болады екен. 1941 жылы Мисима алғашқы шығармасын жазады, «Гүлденген орман» деген. Сол шығармадан кейін жаңағы министрлікте істеп жүрген жерінен кетеді, және сол кезде әкесімен жаңағы кикілжің, яғни конфликт басталады. Себебі әкесінің ойынша сол кездегі, яғни заманауи сол 20 ғасырдағы жапон әдебиеті құлдырауға ғана кетіп бара жатқан, ешқашан дамымайтын, болашағы жоқ бір дүние деп есептейді. Және Мисиманың өзінің жаңағы мансабын, жұмысын тастап әдебиетке бет бұруына үлкен қарсылық білдіреді көп уақытқа дейін. Мисиманың тағы да бір өмірінде үлкен орын алған оқиға, ол 1946 жылы екі әңгіме жазады, «Шылым және орта ғасырлар» деген, және сол екі әңгімемен Ясунави Кавабатаның алдына барады. Кавабатаның ақ батасын алу үшін Кавабата Мисиманың шығармашылығымен танысады, және дәл сол Кавабатаның қолдауымен Мисиманың сол екі әңгімесі журналға басылып шығады. Және жазушының шығармашылығындағы үлкен белестер дәл осы екі шығарманың журналдар басылып шығуынан, яғни Кавабатаның ақ батасымен басталады екен. Ол кезде Кавабата 47 жасында, әлі де Нобель сыйлығына ұсынылмаған, және де Нобель сыйлығын алмаған кезі. Одан кейін тағы да бір айта кететін жағдай, Мисима өзінің шығармаларында көп, жаңағы автобиографиялық шығармаларында айтып өткендей, әлжуаздау бала болады, денсаулығында біраз жаңағы проблемалар болады. Дегенмен 1950 жылы Мисима
әлемді саяхаттауға шығады. Әлем бойынша саяхаттап, сол грек елінде болғаннан кейін, сол жақтағы мүсіндерді көргеннен кейін өзінің денсаулығымен айналысуға бел буады екен. Жапонияға оралғаннан кейін өз денесін өзгертемін деген шешім қабылдайды. Шынымен де бодибилдингпен айналысып, тамақтану тәртібін өзгертіп, үлкен жетістіктерге жетеді. Спортпен айналысады, бодибилдингпен айналысады. Дәл сол уақытта ол публикаға, яғни қоғамға жақын болады, сұхбаттарға шығады, телевидение, радио, барлық жерден, яғни өз шығармашылығын өзі сүйемелдеумен айналысады. Мисима одан бөлек 50-ші жылдардың соңында Мисима отбасын құрады. Оның әйелі белгілі бір суретшінің қызы болады. Және отбасы жайлы деректерге сүйенетін болсақ, Мисиманың отбасы дәл өзінің жаңағы көрген білгені сияқты Жапонияның дәстүрлі құндылықтарына сай болды. Яғни үйдің бір бөлшегінде ер адам, екінші бөлігінде әйел адам тұрып, екеуінің жаңағы кеңістігі бөлулі болады екен. Тағы да айта кететін жағдай, Мисиманың ең басты романы, енді мен ойымша, мен әзірге тек қана 2 романын оқығанмен, мен тағы да романдарын қазір алып қарап отырмын. Мисиманың ең сәтті, ең әдемі, осы күнге дейін көбісі әлі де аузынан тастамай жүрген Алтын ғибадатхана романы 1956 жылы жарыққа шығып, Мисимаға үлкен әдеби төңкеріс әкеледі өміріне, жалпы жапон әдебиетіне деген қызығушылық таныла бастайды. Оқырмандары әлем бойынша, әлемнің түкпір-түкпірінде пайда бола бастайды. Жалпы Мисиманың өмірінде тек қана шығармалар ғана емес, сонымен қатар фото-альбом, кино проект, яғни кино жобада да өзі со-режиссер ретінде, сценарист ретінде патриотизм деген әңгімесі бар. Сол әңгіменің желісі бойынша патриотизм деген кино түсіріп, өзі басты рөлді сомдады. Өмірінің соңында политикаға, саясатқа, әскери істерге араласа бастады, және дәл сол жаңағы әскери шепке қарай жаңағы бет бұруы оның өмірінің соңына жетелеген бір қадам болды деуге болады. Себебі ең соңғы роман жазып біткеннен кейін Мисима әскери шептің қатарында жүріп, жаңағы Токиодағы әскери базаны жаулап алады, қаншама елдің алдында жаңағы сөз сөйлеп, сонында самурайлардың ритуалына байланысты серт беріп, өз-өзіне қол жұмсап көз жұмады екен. Жалпы қысқаша ғана мәлімет осы. Мисиманың шығармашылығы жайлы, әдебиеті жайлы көптеген ақпарат деректері бар интернет желісінде. Бірақ мен сіздерге оқуға кеңес беретін тамаша бір рецензия таптым. Әмірхан Балқыбектің Қасқыр құдай болған кез деген кітабындағы самурай сертіндегі жазушы ма, есімін ұмытқанмын, бір рецензия бар. Мисиманың сол Алтын ғибадатхана, сосын бетперденің ағынан жарылуы 2 романы туралы әжептәуір әдемі дүние жазылған. Қазақша міндетті түрде сол Әмірхан Балқыбектің рецензиясын оқуға шақырамын. Мен оқыған 2 роман «Исповедь маски», өкінішке орай әлі де орысша нұсқаларын оқып жүрміз, себебі қазақша қолжетімді дүние аз әлі де елімізде. Одан кейін «Золотой храм» деген романын оқыдым. Алғаш осы «Золотой храмды» оқыдым, одан кейін «Масканы» оқыдым, жаңағы бетперденің ағынан жарылуы. Жалпы Мисиманы қолыма алғанда оның танымал жазушы болғанын білем, бірақ шығармашылығының қандай тақырыптармен жанасатыны туралы аса көп біле бермеген екенмін. Одан кейін осы шығармашылық жайлы мәліметтерді іздеген кезде Мисиманың шынымен де исключительный талант дейді ғой, аса бір құбылыс
дарын екенін мойындауға тура келді. Себебі екі романында жатпай тұрмай үлкен қызығушылықпен оқыдым, бірақ екеуі де әжептәуір жаңағы сұрақтарға жетелейді екен. Ең бірінші Мисиманы оқуды неден бастауға болады? Әрине өзім бастағандай менде Мисиманың осы алтын ғибадатхана және бетперден ағынан жарылуынан бастауға кеңес берер едім. Мен өзім алтын ғибадатхананы оқыдым және ол роман маған өте қатты ұнады бетпердеге қарағанда. Сондықтан да алдымен осы алтын ғибадатхананы оқуға кеңес берер едім. Алтын ғибадатхана романындағы сюжет Жапониядағы соғыс кезінде баяндалады. Соғыс кезінде Мидзагути деген жас жаңағы ғибадатхана қызметшісі туралы шағын ғана бір роман. Бірақ бұл роман сол кезде шынымен де жаңағы Токиодағы алтын ғибадатхананы өртеп жіберген буддист монах туралы жаңағы ақпарат шығады жаңалықтарда. Сол шын болған оқиғаның желісімен Мисима осындай роман жазып шығады екен. Бұл ешқандай да спойлер емес, алдымен бәрінде кітаптың бетінде де осы жаңағы аннотациясында да берілетін дүние сол. Бірақ сол оқиғаны Мисима қалай баяндайды, қалай тіпті сол монахтың өзі болғандай етіп баяндауы, стилі, осы алтын ғибадатхананы оқығанда енді мен Әмірханнан аттап артық ештеме айта алмайтыным белгілі. Бірақ мені мысалы осы алтын ғибадатханада оқығанда мынандай бір құбылыс елестеді көз алдыма. Мына суға қарап тұрғанда бір тамшы құйылады ғой, сол тамшыдан бір ғана кішкентай тамшыдан миллиондаған, енді миллиондаған емес, 5, 10, 15, 20 андай шеңберлер шығады, фокусын істей алмай отырмын. Сондай бір процестің куәсі болған сияқты болдым. Себебі мына сюжеттің басында болған дүние центрге қарай, орталыққа қарай жылжып, өзінің айналасында бірнеше шеңбер сюжетті ептеп қана, септеп жаңағы үлкейтетін, сонымен қатар шеңбер үлкейген сайын оның мағынасы да тереңдей түсетіні әрине де оқырман ретінде мен үшін бір керемет әсер етті. Себебі өзінің философиялық мән мағынасы, мазмұны, онымен қатар жаңағы қиын тақырыптарды алуы, дін, одан кейін жаңағы дәстүрге байланысты көптеген ойлардың ішінде осындай әдемі конструкция құрастыру мен үшін бір жаңалық болған сияқты болды. Енді тағы да айта кететін жағдай, Мисима менің жаңағы оқырмандық күнделігімде ешкімге ұқсамайтын автор деуге болады. Дегенмен Мисиманың рухани ұстаздарының бірі Достоевский екені белгілі болады. Оны өзінің алғашқы романы Бетперденің ағынан жарылуында көп цитаталар келтіреді Достоевскийден. Әрине ол «Преступление и наказание» романынан цитаталар. Жалпы басты кейіпкерлер бірінші романда да, екінші романда да жаңағы Достоевскийдің кейіпкерлеріне ұқсас болып келеді. Дегенмен де өз стилі, өз жаңағы дәрежесі, өз орны бар бейнелер деп атауға болады. Достоевскийдан бөлек әрине де ол Гёте, Фауст, себебі неміс философиясына деген ерекше ықыласы туралы алдында айтып өттік. Және де екі роман, мен оқыған екі роман барлық екеуінде де Мисиманың автобиографиялық жаңағы нарративі қатты білініп отырды. Яғни бұл жерде Мисиманың
өзіме әлде қиялыма нақты біліп сезу өте қиын. Автормен контактыны орнату өте қиын. Себебі одан кейін енді автобиографиялықты сезгеннен кейін сен биографиясына барып қарайсың, бірақ биографиясын өзі мистификацияға, театрландыруға құрастырылғандықтан Мисима 20 ғасырдағы ең мықты жазушылардың бірі һәм ең тылсым жазушылардың бірі деуге болады. Мисиманы тағы да айтып өтетін жағдай, басында шешесі емес, әжесі Нацуко театрға баулып өсірді деп айтып өттік бағана. Сондықтан Мисиманың кейін театрға, дәстүрлі театр но деген театрға пьесалар жазғаны да бар, және сол пьесаларда да үлкен жаңалықтар әкелген. Жалпы Мисима үлкен новатор, жаңашыл. Сол театрлардың Мисимаға дейін ешкім театрда кейіпкер ретінде гейшаны бейнелемеген. Мисима алғаш рет сондай бір жаңа образдарды ескі театрға да киген. Жалпы ескіліктен бір, мысалы, латиноамерикан әдебиетінің бум дейді ғой, жарылысы 20 ғасырдың 20-30 жылдарында магический реализммен келген болса, осы Мисиманың жапон әдебиетіне үлкен жарылыс әкелген, осы жалғыз емес, енді аса биік тұлға екені байқалады. Одан кейін Әмірханның, мысалы, рецензиясында оқығанда Әмірхан Кавабата туралы да айтады. Кавабатаның Нобельді алуы және Мисиманың 3 мәрте Нобельге ұсынылып, ол сыйлықты ала алмауы үлкен сұрақ тудырады, және Кавабата үшін үлкен сын болған деп жазады да Әмірхан. Сонда жаңағы Әмірхан Балқыбектің ойынша Кавабата Мисимадан әлде қайда енді несі шығармашылық жолы үлкен болғанмен шығармашылық қуаты төмендеу деген сияқты ойлар айтады. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Одан бөлек мен әрине қазір Мисиманың шығармашылығына үлкен ден қойғым келіп отыр, бірақ демалып оқуға кеңес берер едім, себебі шынымен де қиындау. Яғни тез оқисыз, бірақ онымен сол оқыған әңгімемен бірге өмір сүру, оны қайта-қайта ойлау, кейде жаңағы тұжырымдарды басына жаңағы андамында жүргенде аяқ асты келетін тұжырымдар, ойлар ұзақ уақыт бойы сізбен бірге жүретіні анық. Мен осындай қазір Мисиманың «Мария, которого разлюбила море» деген романын заказбен алдырдым. Енді келесі кезекте осы романын оқып көремін. Одан кейін Мисиманың ең соңғы романы, шатаспасам, «Падение ангела» деген, есімі солай ғой деймін, «Падение ангела» деген романына дейін хронология бойынша оқуға болады, бірақ көптеген сыншылардың, әдебиетшілердің, оқырмандардың кеңесіне қарағанда осы бетперде және алтын ғибадатханадан бастаған дұрыс деген ой келеді. Екі романның сюжетіне тоқталғым келмейді, себебі бұл спойлер, дегенмен де тереңірек ойларды, сюжет туралы егер кітаптарды оқып бітсеңіз, оқып көрсеңіз, онда рецензиялардан, мен өзім рецензиям бар, бөлек танысуға болады. Әзірге осы Мисиманың шығармашылығымен таныссыз ба, танысуға ынтаңыз бар ма, естіп білдіңіз бе, әлде қандай да бір ұнады ма, қандай да бір пікірлеріңіз болса, міндетті түрде қалдырыңыз. Каналға жазылып қойыңыздар. Келесі кезекте менің сүйікті сериалдарым туралы выпуск шығады. Көріскенше, күн жақсы.